Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілінде уақытты өтетін боламыз, яғни telling the time. So let's start. Ағылшын тілінде сағат айтқан кезде it's 5 o'clock, it's 7 o'clock, it's 10 o'clock деген қана мағына береді. Ол бізде сағат 5 болды, сағат 4 болды, или сағат 6 болды деп айтқан кезде it's 5 o'clock, it's 4 o'clock деп айтамыз. Егер де бізде кетті деп айту керек болатын болса, past дегенді қолданамыз. It's 5 past 11. Біз ағылшын тілінде сағатты айтқан кезде біз бірінші минутты айтамыз, сосын сағатты айтамыз. Ережесі бойынша, мысалға, мына жерде 5 past 2. Мына жерде минутты айтамыз, содан кейін сағатты айтамыз. Орыс тілінде де солай, бірінші минутты айтамыз, сосын сағатты айтамыз. Бірақ орыс тілінде сағатты айтқан кезде ерекшеліктер бар. Сол ерекшеліктері кішкене ұқсайды. Сіздерме past simple дегенді өттіге, сол past деген өткен деген мағынаны береді. Яғни кетті деген мағынаны береді. It's 5 past 2. 2-ден 5 кетті. It's 10 past 2. 2-ден 10 кетті. It's quarter past 2. Біз сағат тілі 15 болған кезде біз quarter деп айтамыз. It's quarter past 2. 2-ден 15 кетті. It's 20 past 2. 2-ден 20 кетті. It's 25 past 2. 2-ден 25 кетті. Егер де бізде 2-ден 30 кетті деп айту үшін half'ты қолданамыз. It's half past 2. 2-ден 30 кетті. 2-ден 35 кетті деп айтпаймыз. Орыс тілінде де сондай, 2-ден 35 кетті деп айтпаймыз. Мысалға, 2-ден 35 кетті да. Егер де біз бұны 2-ден 35 кетті деп те айтуымызға болады. It's 35 past 2 деп. Или болмаса біз to'ды қолданып айтамыз. To дегеніміз ол яғни қалды. Мысалға, қазір 2-ден 35 кетті да. 2-ден 35 кетті. Ендігі сағат ол 3. Енді 3-ке қанша минут қалды? Яғни 25. 25 минут қалды. Яғни it's 25 to 3. Сағаттың 3 болуына 25 минут қалды. Мына жерде айтып кеттім, 2-ден 45 кетті. 2-ден 45 кетті деген сөз, 3-ке 15 минут қалды деген сөз. 3-ке 15 минут қалды. It's quarter to 3. Мінеки негізі таймдарды кәдімгідей қазақ тіліндегідей қылып та айта беруге болады. Яғни американецтер, ағылшындықтар жалпы бұл сағат ережесімен ғана емес, кәдімгі қалай бар сағат, солай тұрса да айта беруге болады. We is at time when giving the time of a specific event. We is, it is, or it's to answer a question that asks for the time right now. What time is it? Сағат қанша болды? What's the time? Сағат неше? Екі сұрақта дұрыс, екі жауапта дұрыс. Егер де бізде сағат 12, түскі 12:00-ге дейін біз AM-ді қолданамыз. Ал егер де 12-ден кейін біз PM-ді қолданамыз. AM не мағынаны береді деп ойлауларыңыз мүмкін? AM ол білдіреді, яғни ол азанғы уақыт екен білдіреді, яғни таңғы уақыт. Ал PM ол кешкі уақыт. Мысалға, біз 9 AM дейміз. AM десе ол бұл таңғы уақыт. Егер де біз 9 PM дейтін болсақ, бұл яғни кешкі уақыт екені. Яғни біз 9 PM дейтін болсақ, бұл кешкі уақытты білдіреді. Біздің таймға байланысты сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.